Қонақ келгенде ет асудан, манты палаудан жалықсаңыз, осындай сірне дайындаңыз. Қазанға сала салып 2 сағатқа ұмытып кетіңіз, әрдайым дәмді болып шығады. Сірне үшін осындай қойдың құйрық майын жұқалау етіп турап қазанға орналастырып аламын. Қой етін қолданамын. Менде жас малдың тоқтының еті, дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка қостым. Сірнеге қойдың еті керемет үйлеседі және де тез уақытта жұмсақ болып піседі. Әрине қаласаңыз үйде бар сиыр етін, жылқы етін де қолдансаңыз болады. Ол еттер әрине ұзағырақ пісуі мүмкін. Ірі еттерін ең астына, майдалау еттерін үстіне орналастырдым. Еттен кейін үстіне пияз қосамыз. Кейін отымызды қатты шығарып, қазанымыздың бетін жауып, 10 минуттай қатты отта қыздырамыз. Осы уақытта картобын дайындауға кірістім. Картопты 2 әдіспен дайындауға болады. Пешке пісіріп алуға болады және тамақтың еттердің үстіне орналастыруға болады. Дәміне қарай тұз, паприка және сұйық май қостым. Мен бүгін пешке пісіремін, өйткені пеште 100% ешқандай езілмей әдемі болып қызарып піседі. 10 минут қатты отта тұрғаннан кейін ең баяу отқа қойып, 1,5-2 сағат пісіреміз. Картоп 200 градуста 30 минутта толықтай пісіп шықты. Сол уақытты картоптың түріне, көлеміне де байланысты болады. Баяу отта тұрғаны 40 минуттай уақыт болды. Бір рет етті жақсылап араластырып алуды жөн көрдім және де үстіне лавр жапырағын қостым. Етіміз 2 сағат бойы өте баяу отта тұрды. Осындай лавр жапырағын қосқанда қатты жақсы көремін. Сірнеге өте дәмді болып шығады. Сіздерге де қосуға кеңес беремін. Мынаңыздар қандай жұмсақ. Еті толықтай пісті, болды өшіріп қой. Енді мына еттің сөлінің дәмі кіру үшін осы қазанның ішіне картоптарымызды салып қойсақ болады. Жалпы сірне байқағаныңыздай өте оңай тамақ және де өте сондай дәмді тамақ, сондай қонақтарға дайындауға болатын тамақ. Маған қатты ұнайды бұл тамақ. Дайындалуы да өте оңай және әрдайым жақсы болып шығады. Былай қарағанда беспроигрышный вариант дейді ғой, сондай. Енді осылай сорпасының ішінде қалдырамын картопты. Картоптарымыз толықтай пісіп тұр. Қаласаңыз, осы картоптарды, етті алып тастап, картоптардың сөлінде бұқтырып алсаңыз да болады. Үстелге отыратын кезде жылытып жіберемін, сонымен тамақ дайын. Сірне тағамы осындай болып шықты. Қаласаңыз қосымша қамыр илеп, гүлханым дайындап, үстіне орналастырып ұсынсаңыз болады. Құрметті көрерменім, каналымда бір жасағаннан шығатын пайдалы, сенімді рецепттер көп. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліңіз. Дастарханыңыз тек жақсылыққа жайылсын. Жаңа видеоларда жүздескенше.